Қанша адамдар келіп, бәріміз барып. Ассалаумағалейкум, Нұреке. Алейкумассалам, қалайсыздар, өте жақсысыздар. Жақсымыз, өздеріңіз қалайсыздар, амансыздар ма? Шүкір, жақсымын. Айдарға сіздерге бір өтініш болып тұрады, бүгін дос болсаңыздар, бір мұқтаж кісілерге баспана бүгін тапсырсақ деген едік. Өзіңіз келсеңіз деген едік, мүмкіндік болса. Мұғжиза қорынан ғой. Нұреке, барар едім, бірақ мені бүгін басқа да жоспарларым бар еді, егер ренжімесеңіз. Қой балам, қайырымдылық қорына барайық. Білесің бе, пайғамбарымыздың айтқан сөзін, бір жетімнің басын сипасаң, жәннатта былай тұрады мен деген. Сол қорға барайық одан да. Нұреке, болды, барамыз. Анашым айтты, болды, барамыз қазір. Машалла, болды. Апе, мынау КамАЗ балдарыңызға мына біраз шоколадтарымыз бар еді. Келдер, келе қойыңдар. Аллах тағала әйтеуір Рамазан айында қайырымдылық қор істеп, осындай жақсылыққа шақырып, Рамазан айында не деген керемет нәрсе істеп жатыр. Енді Алланың сынағы ғой. Балаңыз осындай ДЦП ауруына шалдыққан екен. Біз енді үміт етеміз сізге, енді осының артында үлкен жақсылықтар тұр деп. Аллах тағала сізге жеңілдік берсін. Осынан кейін көптеген мынау Рамазан айында көптеген нәрселер өзгеретін ай ғой, жақсылыққа қарай. Сондықтан сіздің өміріңіз күрт өзгереді деп үміттенемін, Құдай қаласа. Иншалла, Алла береке берсін. Осы саған Алланың берген сынағының арқасында не деген жақсылықтар тұр. Осыған шыдап, Құдай қаласа сабыр етсең, мына балдардың арқасы, қайырымдылық қорының арқасы, осы балдардың саған да сыйы бар, үлкен. Балдарыңа да сыйы бар. Алла разы болсын. Алладан қайтсын. Міне, мама, маған берсеңіз. Үйдің кілті. Мынау сендерге үйдің кілті. Иншалла. Алла жеңілдік берсін. Енді Құдай қаласа осы үйде тек қана жақсылық болсын. Біз тек сіздің отбасыңызға қуанышқа келейік. Құдай қаласа бірінші осы халыққа рахмет. Бірінші әуелі Аллаға, одан кейін халыққа рахмет. Осында көп ұзатпай бәрі қаржы жинап берген. Және де осы жерде жүрген мына мұғжиза қоры жігіттері бар. Осы жігіттерге рахмет. Сонау жерден келіп, ақша жинап сіздерге үй алып беріп жатқан. Аллаға шүкір. Жігіттер сіздерге Алла разы болсын. Рамазан айында бұл үлкен сауап деп ойлаймыз. Сондықтан Алла береке берсін, иншалла, тек қуаныш болсын. Сіздерге рахмет, мұғжиза қоры. Құдай қаласа бірлігіп талай осындай жандарды қуанта берейік. Үйіңіз Алла қаласа қаладан алыс емес, осы қалаға жақын Сайрам ауданында. Қазір үйіңізге барамыз, үйді көресіз Алла қаласа. Рахмет, барлықтарыңызға рахмет, Алладан қайтсын. Амин. Жыламаңыз, иншалла, тек жақсылық болсын. Алла жылатпасын, жыламаңыз, енді сабыр қылыңыз кішкене. Үйлі боласыз міне. جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. Мына газ келіп тұр, свет келіп тұр, су бәрі осында екен, көрдіңіз ба? Тек қана кіріп тұра бересіздер. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Амин. Халқыма рахмет. Амин. Жылама. Қалайыңыз, жыламаңыз. Қуаныштың көз жасы. Бізге бір дұға етіп берсеңіз, Бізге бір қабыл болыңыз. Рахмет барлықтарыңызға. Бақытты болыңыздар. Әрдайым бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Біріншіден жолдарыңыз болсын. Ниеттеріңізге жетіңіздер. Рахмет, көп рахмет сізге. Айтқан кесін айналайын.
Amin Allah. Жылама. Жақсы жер бер, таза ауа. Қала. 8-десің ғой балам, саған ұстап қойды 8-де. 8-десің ғой, сен 2-ші класс оқимын дедің ба? 1-ші оқимын Мұғжиза қоры 8-ші үй беріп жатыр. Үлкен рахмет. Әуелі Аллаға, одан кейін бүкіл қазақ халқына, одан кейін Рахмет. қолдап жатқан Мұғжиза қорына, Мұғжиза қорындағы атсалысып жатқан осында міне жігіттерге жас болса да бас болып, міне Қазақстанға жағдайы төмен отбасыларға 8-ші үйін тағып отыр. Ол үлкен жетістік. Сондықтан Алла береке берсін. Өтеміз елді мекеннен алып отыр. Иә, үлкен рахмет. Алейкум, құрметті ағайындар. Мынау әуелі Аллаға сансыз шүкірлер айтамыз. Содан кейін қазақ халқына кең пейілді. Және де сізбен бізді алтын көпір қылып жүрген мынандай Мұғжиза қорына үлкен алғысымызды айтамыз. Осынша жігіттер осы Мұғжиза қорында еңбек етіп жатыр. Қанша міне 8-ші үйін алып беріп жатыр. Және де болашақта өздерінің мақсаттары бар. Көптеген жағдай төмен отбасыларға үй алып беремін деген. Сондықтан әрқашанда бірге болайық, атсалысайық. Мына Рамазанда сауаптар еселенетін ай. Сондықтан құрметті ағайындар, ләж болса сағадақаны осы айда, бұл айдан кейін де көбірек жасайық. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Бүгін өте қуанышты хабар. Естеріңізде болса, өткен жолы өздеріңізбен осы әпкеміздің видеосын бөліскен болатынбыз. Ол жерде газ, су, свет ештеңе ешқандай жағдай жасалмаған еді. Міне бүгін Алланың қалауыменен мына жаңа үйде газ, су, свет бәрі де жағдай жасалған. Ол да Алланың қалауыменен және сіздердің себепкерлеріңізбенен әрине. Баршаларыңызға Алла разы болсын. رؤياك في الجنة بين يديك ستعرض يوم